Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан шұғыл жаңалықтарды алғашқылар қатарында біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кабатулла қабырғаларын ұстауын нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. 18 жастағы жігіт мешіттен кроссовки ұрлап кеткен. Уақиға Астана қаласындағы мешіттердің бірінде болған. Мешітке келген ер адам аяқ киім қоятын ұяшықта кроссовкиін қалдырған. Алайда қайтып келгенде аяқ киімін таппай қалған соң полицияға жүгінеді. Видеодан жас жігіттің сөрелерге барып қажетті аяқ киімді іздегенін көруге болады. Содан кейін ол өзіне келетін аяқ киімдердің бірін таңдап, кроссовкалардың қалай көрінетінін асықпай қарап алып, біреуін алып кетеді. Полиция осы ұрлыққа қатысты бар 18 жастағы қала тұрғынын ұстады. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк түймесін басып, сау саламатта болыңыздар.